Дәрігерден сіздерге бала емізу кезінде ана не туралы білу керек жайлы мағлұматтар беремін. Әйел адам жүктілік кезінде де, босану кезінде де өте көп өзінің витаминдерінің, өзінің минералдарын жоғалтады. Және одан кейін бала емізу кезінде де әйел адам балаға өзінің ана сүті арқылы белоктар, минералдар, витаминдерді беріп отырады. Сондықтан әйел адамда әртүрлі витаминдердің жетіспеушілігі, сондықтан кальцийдің жетіспеуінен әйел адамның тісінің түсуі болады. Шашының түсуі және тағы басқа сондай симптомдармен көрінуі мүмкін. Әйел адам осы бала емізу кезінде тісінен айырылмау үшін біріншісі әрқашан сүтті тағамдарды көп қолдану керек. Бірінші, күніне 1 стакан